Қайырлы күн қыздар, мен бүгін өте жұмсақ, өте дәмді, үлпілдек жаңа рецептімен бөлісетін боламын. Менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар: ұн, жұмыртқа, дрожж, сүт, шекер, тұз. Осы заттарымызды жақсылап араластырып, нанымызды басып алатын боламыз. Нанымызды жақсылап басып, бетін жауып, 25-30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін өзіміздің қалауымызша формасын жасап, булочкамызды жасайтын боламыз. Булочкамызды жасап болғаннан кейін 10 минутқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Көтерілгеннен кейін 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бетіне бір жұмыртқа мен шекерді араласқан кремімізді жағамыз. Міне булочкамыз дайын. Енді дайындаған кремімізді жағып аламыз жақсылап. Міне, өте жұмсақ булочкамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Мені YouTube каналыма тіркеліп, жаңа рецепттермен бөлісіп отырыңыздар.